Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде осылай ботинка, кроссовка дейміз. Осыны тоқитын боламыз. Бисмилла деп бастаймыз. Үшін бізге табан, жіп және күрчек керек болады. Мен каналыма лайк басып, подписка жасап, қоңырау чанын басуды ұмытпаңыздар. Алдымен біз ішіндегі нені аламыз, алып шетке қоямыз. Тігуді бастау үшін көрсеңіздер, табанның әр нелерінде өзінің сызықтары бар. Сол сызықтардан бастайсыздар. Сосын әр мынандай несіне 3 петледен алып шығамыз. Қазір көрсетемін, мен былай бастағым келіп тұр. Осылай етіп, әр неден әр осындай тесіктерден 3 петледен алып шығамыз. Көрінді. Тағы да осылай, дәл осылай 3 петледен. Осылай 3 петледен алып отырасыздар. Сосын айналдырып тоқып шығамыз. Мен осылай айналдырып тоқып шықтым. Енді бізге мына жерін тоқып алу керек. Бұл да 3 қатар тоқылады. 1, 2, 3 қатармен, 4 қатармен осылай тоқып шығамыз. Мына жерлерін айналдырып. Қазір көрейін. Кезіп накидім. Әр петледен бір-біреуден алып, осылай тоқып шығамыз. Біз накидім простой тоқып айналдырып шығасыздар. 12 құрметті көрермендер, мен осы неден 4 қатар тоқып алдым. 4 қатар тоқып алдым. Енді мына жібімізді біз неден үзіп аламыз. Қашымен үземіз. Сосын сразу мен осылай бөліп алдым. 4 қатар тоқылған соң сіздер мына үзген жібіңіз бар ғой, содан бері қарай 15 петляны бүйтіп санап алдым да белгілеп қойдым. Мына жағына тоже солай 15 көзді санаймыз. 15 көзді санаймыз былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16-сынан біз ары қарай тоқып бастап кетеміз. Осылай тоқимыз.
Көрсеңіз, сіздер мына жіпті ішіне кіргізіп тастап тоқып кетіңіздер. Мына ішіне кіргіземіз. Көрдіңіздер ме, жіп ішіне қалды. Шыны алып осылай тоқып, әрбір көзден бір петлядан алып осылай тоқимыз. Айналдырып, тоқып мына жерге келеміз. Құрметті көрермендер, мен осы жерге айналдырып тоқып шықтым. Енді бұны булавкамен белгілеп аламыз. Былай булавкамен белгілеп алдық. Мына жерін қайттан басынан бастап ары қарай тоқимыз. Мына жібіңізді бері қарай былай алып өтесіздер. Жібіңізді. Сосын жаңа мына жерден бастадық қой, енді мына жерден бастаймыз. Өйткені бір-бір келесі айналғанда мына тесіктен сөйтіп бір-бір петлядан азайтып отырсаңыздар, мынандай бір-бір қысқарып осылай табан шығады. Осылай істейміз. Тағы осылай тоқимыз. Енді бізде жаңағы біреуін үстінен алдық қой, енді біз астынан аламыз. Енді тағы да үстінен сіздерге көрініп болу үшін біз тағы да келесін астынан аламыз. Тағы да үстінен. Алып өткен жіптеріңізді ішіне қалдырып тоқып отырасыздар. Бос тоқымаңыздар, тығыстап тоқисыздар. Осылай тоқып кете бересіздер. Қазір мен соңына дейін осылай тоқимыз. Мінекей достар, мен мына жерін тоқып алдым. Бұл жерін 11 қатар тоқисыздар. Осылай ұзынмен 11 қатар тоқып алдым. Енді бұны жібін үземін. Шығарамыз. Мінекей достар, мен мына жерін бастадым алдыны. Бисмилла деп. Ал енді былай жіпті ұстап аласыздар.
Былай алып шықтым жіпті. Тағы бір іліп аласыздар былай. Сосын накитпен жаңағы көзге тағы да бір гүл түсіреміз. Біреу болды. Екіншісімен тағы бір дәл сол көзден екі реттен алып шығамыз. Міне бір гүл. Бір көзді тастап, мына жерде бір көзді тастап, екінші көзден тағы дәл осылай тоқисыздар. Тағы накит аласыздар, бір көзді тастап, екінші көзден тоқисыздар. Осылай бір көзден екі гүл шығарып отырасыздар. Міне менде бір, екі, үшеу болды. Тағы бір көзді тастап, екінші көзден былай гүл түсіріп аламын. Басталуы 4 гүлмен басталады жаңағы. Міне 4 гүл дайын болды. Басталуы осылай 4 гүлмен басталады. Сосын үлкейіп кете береді. Осылай дәл осылай тоқисыздар. Тағы бір көзді тастап, екінші көзден бүйтіп біріктіріп, накитсіз біріктіріп аласыздар. Булавкамен былай қыстырып алыңыздар, белгі болу үшін. Сосын жіптеріңізді тартып қоясыздар былай. Екінші қатарымыз. Мына жіптеріңіз мына жақта тұр ғой, оны мына жағы бетіне алып өтіп, дәл осы беттен тағы да тоқып бастайсыздар. Бір көзді тоқымайсыздар, екінші көзден бастап, жіптеріңізді іліп шығарып аласыздар бері қарай. Шығарып аласыздар. Мына жіптеріңіз қатты болып қалмауы керек. Тоқып атқанда былай ішіне жаңа тоқып атқаныңыздың арасына кіргізіп, тоқып жіберулеріңіз керек. Накит аламыз. Мына тоқып атқан бұрышынан бір осылай шығарып аласыздар. Дәл осы тесікке тағы да гүл түсіресіздер. Осылай. Енді екіншісini, мына екі гүлдің ортасын ашық қалдырдық қой, сол жерге гүл түсіресіздер. Тағы да мына екі жер ашық тұр, көрінсе ме, ортасы. Сол жерге тоқисыздар бір гүлді. Тағы да накит алып, ашық жерінен солай тоқисыздар. Мына жерде соңғы қатарын тоққан кезде сіздер накитпен алып алдыңыздар ғой, енді мынау булавканың ішіндегі нені де дейді, бір нені шығарып аласыздар. Сонда бізде екеуден шығарып осылай шығарып аласыздар. Сосын мына жерде бір көзді тастап, екінші көзден накитсіз жаңағыдай алып аламыз. Булавкамызды қыстырып қоюымыз керек. Алдық, булавкамызды қыстырамыз.
жібімізді мына бетке өткіземіз. Қараңыздар, бұл бас жағы ғой, шығып келе жатқан сияқты. Жаңағы 4 көз болған болса, енді бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 гүл болған екен, жоқ, 1, 2, 3, 4, 5 гүл болыпты. Келесіде 6 гүл болады. Сөйтіп көбейіп мына жерге дейін тоқимыз. Сіздерге көрініп тұр ғой, мына бас жағы шығып келе жатыр уже. Тағы да осылай, дәл осылай соңғы белгілеп алған жеріңізге дейін тоқи бересіздер. Өткен жіпті мына жағына өткізіп, тағы әрбір көздің ортасынан бір гүлден былай салып, соңына дейін тоқып аламыз мына жерге дейін. Қандай зор екен көріп тұрсыздар ғой, мені жаңағы тоқып жүрген адамдар жақсы біледі, көргеннен сразу үйреніп алады, бірақ тоқымай, көрмей жүрген адамдар бұны түсіну қиын шығар деп ойлаймын. Көріп солай үйреніп аласыздар. Міне, құрметті көрермендер, бүгін менде мынаусын алдын тоқып болдым. Енді жалғастырып, біз дәл осындай тілін тоқып аламыз. Мынадай тілін тоқып аламыз. Қазір көрсетемін, қалай тоқылу керек екенін. Накитпен әр көзге біреуден іліп шығарып ала береміз былайынан. Накит аламыз. Міне осылай накитпен әр көзге біреуден алып шығып, тоқып, тағы да накит аласыздар, тағы екінші көзге сөйтіп тоқи бересіздер. Соңына барғанда тағы артқа қайтасыздар. Сонымен 11 қатар тоқисыздар ғой деймін. Алдында мен 11 қатар тоққанмын, бірінші барын. Сіздерге көрініп тұр, қалай тоқылады. Осылай соңғы көзіне дейін тоқисыздар. Міне менде осы соңғы көз тоқисыздар. Енді былай қаратып аласыздар да, екінші қатарын тоқисыздар. Накит аласыздар. Тағы сіздерде мынау стойка тұр ғой, осы жерден бастап бір былай іліп алсаңыздар да болады. Өйткені мынау стойка мен стойка бірдей болып тұрады сол кезде. Накит аласыздар, екінші стойкаға кіргізесіздер былай. Тағы да накит, үшіншісіне
Tағы да nakit. Дәл осылай тоқып кете бересіздер. Сонда қазір менде мынау бірінші қатар, қазір тоқылып атқаны екінші қатар, сосын үшінші қатар, сөйтіп 11 қатар тоқисыздар. 11 қатар тоқисыздар. Осылай тоқып 11 қатар тоқып шығасыздар. Ал достар, мен мына жерін тоқып болдым. Міне 11 қатар емес, 16 қатар тоқыдым. Өйткені 11 қатар өте кішкентай болып қалды. 16 қатар тоқыдым. Енді жібімізді үзіп аламыз. Жіпті обязательно былай күйдіріп алыңыздар. Өйткені шығып кетеді. Сосын мынаны бүйтіп ішіне кіргізіп, болды, осылай істейсіздер. Енді бізге мына жерін ғана тоқу керек. Міне осы жанын тоқимыз. Қараңыздар, мына жерден біздер теріс жағынан 1, 2, 3, 4, 5 көз аламыз. Қазір теріс жағынан тоқып бастаймын мен мына жерден. Міне мына жерден бастаймын. Осылай бастаймыз. Осылай бастаймыз. Қараңыздар, теріс жағынан бастап тоқып жатырмын мен. Мына көзден бастап аламыз. Былай шығарамыз біреу. Сосын 3 көз жасаймыз. 1, 2, 3 алдық, иә, 3-еу. Енді соны мына жерден 1, 2, 3 көз тастаймыз. И 4-ші көзден 1, 2, 3 көзден тастап отырамыз да, 4-ші көзден біз мынандай не еді жаңағыдай. Міне осылай көздер болып шығады. Тағы да 3 жіпті іліп аламыз. 1, 3. Енді бізге тағы да мынаны санаймыз. 1, 2, 3, 4-шісінен бастап. Міне қараңыздар, осылай ішін толтырамыз енді. Әрбір көздің ішінен накитпен осылай. Осылай толтырып аламыз.
осылай толтырып, қазір келесі қатарын көрсетемін. Міне осылай болды, сіздерге көрініп тұр ма? Енді келесі қатарынан біз мына жерден бір көзді тастап, екінші көзден осылай кіргізіп, мына жүбімізді бірге қадап аламыз осылай. Енді теріс жағын айналдырамыз. Теріс жағынан тағы да көз аламыз. Айналдырдық. Тағы да 1, 2, 3 болды, я? Енді біз мына домалақтың ортасынан кіргізіп, ортасынан осылай кіргізіп шығарамыз. Мына жерде бір көз пайда болды, я? Енді келесіде тағы 3 көз алып аламыз. 1, 2, 3 петля алдық. Енді тағы да осы ненің ортасынан кіргізіп, тағы да 3. Дәл осылай соңғы қатарына дейін осылай істейміз. Соңғы қатарына дейін осылай істейміз. Бізде 1, 2, 3, 4 болды, я? Енді тағы біреу болу керек бізде, 5. 2, 3. Мына 5-сіне кіргіземіз. Міне осылай екінші қатарында тоқыдық. Енді дәл осылай ішін толтырып, жаңағы шығарған көздеріміздің ішін толтырамыз тағы да. Осылай сіздерге шығардым. Енді екіншісін шығарамыз, қараңыздар. Осылай соңғы қатарға дейін осылай тоқып шығамыз. Соңына дейін тоқып шығамыз. Келесіде тағы теріс жағынан тағы да жаңағыдай көз аламыз. Ал оң жағынан сол көзді толтырамыз. Сол кезде бұлай болып шығады. Соны мынамен бірдей қылып тоқып шығамыз қазір біз. Мен достарым, мына жерін тоқып алдым. Көрдіңіздер ме? Мына 5 қатардан 5 көзден 5 қатар тоқыдым. Ар жағына 4 қатар, 3 қатар, 2 қатар деп азайып кетті. Дәл осы жерде мына жағында тоқыдым. Қараңыздар, 5 көзді 5 қатар тоқыдым. Енді келесі қатардан біз 4 көз аламыз. 4 көзді толтырамыз, сосын 3 көз аламыз, сөйтіп толтырамыз. Мен де екі жағында тоқып болдым. Осылай екі жағында тоқып болдым. Көрдіңіздер, я? Азайтып 2-ге дейін азайтты. Осылай 2 көзге дейін азайтып тоқыдым. Соңында жібін үзіп тастадым. Көрдіңіздер ме? Енді мына артын тоқимыз. Арты былайынан шығу үшін біз мына жерден менде 8 көз санап қалдырдым. 9-сынан бастап
9-сынан бастап былай тоқып бастаймын қазір. Айналдырып осылай айналдырып әр көзден тоқып бастаймыз. Без накидін тоқимыз. Без накидін әр көзден тоқимыз. Міне осы ортасына келген кезде бір көз тастайсыздар, екінші көзден бастап былай тоқисыздар. Енді тағы да бір көз тастаймын, екіншісінен тоқимын. Сол кезде қысқарады. Мына көз тастайсыздар, төрт көзді осылай қысқартып тастайсыздар. Теспе. Міне құрметті көрермендер, мен тоқып болып қалдым. Кішкене осылай болып шықты. Мына жерінен жаңа екі қатар тоқып алдым. Кішкене көрдіңіздер ғой, мен қысқартырып тоқыдым, екі шетін екі қатар тоқыдым. Енді мына басынан бастап мен айналдырып, былай келемді, айналдырып, тағы да екі қатар тоқып шығамыз. Сол кезде болды. Қазір көрсетемін, қалай тоқу керек екенін. Мұндай қиындығы жоқ. Басынан бастаймыз. Әр көзден бір петледен алып тоқимыз. Қазір іліп алдым. Без накид. Міне осылай сіздерде тоқып жалғастырып кете бересіздер. Мынадай қалып қойған жіптердің артында ішіне кіргізіп тоқып кетесіздер. Өйткені қалып кетпеу керек. Осылай ішіне кіргізіп тоқисыздар. Міне достар, мен соңғы қатарына келіп жеттім.
осылай қылып соңына дейін тоқимын. Сонымен кроссовкамыз дайын. Әр көзден бір-бір осылай тоқып шығасыздар екі қатар. Міне достар, менде кроссовкам дайын уже. Осылай жібіні жасаймын. Қалай жасағанды келесі видеода көрсететін боламын. Қазір менде видео дайын. Менің каналыма лайк басып, подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар.